Мұрат 4 қыздан кейін дүниеге келген кенже бала еді. Әке шешесі оған ерекше мейірмен қарады. Әсіресе анасы. Бұл біздің жалғыз ұлымыз, шаңырағымыздың иесі, артымыздан қалған жалғыз тұяғымыз деп әлдилеп өсірді. Үйдің 4 қызы өз бетінше ертесейіп, тұрмысқа араласып кетсе, Мұрат бар еркелігін бойына жинап, ештеңеге уайымсызды. Әкесі болса қойшы еді. Таңның атысы, күннің батысы, малдың соңында. Қар жауса да, жаңбыр құйса да, боран соқса да, қойын жайып жүретін. Әрине мал бағу оңай емес. Бірақ ол балаларын асырау үшін барын салды. Оқысаңдар, біз көрмеген жарықты көресіңдер. Біз татқан бейнетті татпайсыңдар деп, қыздарын ауылдағы интернатқа орналастырды. Қыздар кішкентайынан ақ еңбекке бейім болып, әке шешесіне қолғабыс жасады. Ал Мұрат болса, үйдің кенжесі, анасының көз қуанышы болған соң, үй шаруасына да, малға да араласпады. Әкесі кейде ашуланып, «Әй ұлым, ертең ер жеткенде малдығын бағады, қыздар кетеді, сен шаңырақ иесісің» деді. Мұрат қабағын түйіп, «Қой бағып жүрем бе? Оқимын, қалаға кетем» деп жауап беретін. Әкесі мұндайды естіген сайын іштей қынжылып, қалаға кетсе бізге кім қарайды деп уайымдайтын. Жылдар өте берді. Қыздар бірінен соң бірі тұрмысқа шықты. Әке шешесі қартая бастады. Анасы әлі де Мұратты еркелетіп, қалаға барсаң үлкен азамат боласың деп дем беретін. Бірақ әкесі, еркелетпе, бұлды бүлдіріп алдық деп талай ренжіді. Ақыры Мұрат мектепті бітіріп қалаға кетті. Бірер жыл оқыды, кейін оқуында аяқтамай тастап, қара жұмысқа араласты. Әкесіне де шешесіне де қарайласпады. Қаланың қызығына түсіп, достарымен жүріп кетті. Ауылдан келген хаттарға анасының жаңағы сағынышты сәлеміне жауапта қайтармай қойды. Ауылда қартайған әке қой соңында қалды. Қарлы боранда да, жаудың шашында да малын бағып жүрді. Бір күні әкесі қатты науқастанып төсек тартып жатып қалды. Қыздар алыстан жетіп, кезек-кезек қарап жатты. Бірақ Мұраттан хабар болмады. Әкесінің жүрегіне осы ауыр тиді. Соңғы күндердің бірінде әкесі қатты қиналып, көзінен жас ағып, «Еркек туғаныма қуаныш едім, бірақ ұлдан қайыр көрмедім. Әке қарғысы оқ деген осы екен» деп күңіренді. Бұл сөзді естіген үлкен қызы көз жасына ерік беріп, «Әке, қарғап сөйлемеңіз. Мұратта бір күні естиді, өкінеді» дегенмен, әкенің жүрегіне түскен мұңды ешкім жеңілдете алмады. Көп ұзамай әкесі дүниеден өтті. Анасында еңсесі түсіп, баласына деген сағыныш пен өкініштен жүрегі тозды. Мұрат болса қалада жүріп, әкесінің қазасын кеш естіді. Үйге жеткенде әкесінің бейітіне топырақты сала алмады. Қыздар бауырын көріп жыласады, іштей ренішін жасыра алмады. Сол түні Мұрат әкесінің бейітін басына жалғыз отырып, өткенін еске алды. Әкесінің жауын астында қой соңында жүрген бейнесі, ауылда қалған жалғыздық жылдар, айтқан ақылдарын есіне түсірді. Жүрегі қарс айырылып, өксіп жылады. Бірақ бәрі кешеді. Әке қарғысы оқ. Ол жүректің түбінен атылып, баланың өмірін кейін қуып жетеді екен. Мұрат соны кеш түсінді. Енді ол қанша өкінсе де, уақыт кері оралмайтын. Әкесінің мейірімін қайтара алмайтын. Анасының жүрегінде де жара қалды. Көз жасын сүртіп жүріп, жалғыз ұлына қарап, «Әкеңнің сөзі саған сабақ болсын» деумен ғана жұбатты. Бірақ Мұрат үшін бұл өмір бойына жазылмайтын қасірет болып қалды. Мұрат қалаға кеткенде көп үміт арқалаған еді. Анасы, ұлым азамат болады деп сенді. Әкесі шаңыраққа ие болады деп армандады. Бірақ бәрі басқаша өрбіді. Алғашқыда оқуға түскенмен тәртіпке бағынбай, сабаққа бармай, достарымен қаңғырып жүріп, оқудан шығып қалды. Қалада жұмыс істеймін дегенінде іске аспады. Тапқан ойын сауыққа жұмсап, елдің табысын ішіп жеп тауысты. Ақыры ақшасыз, тірексіз жалғыз қалды. Қалада тұрмыс қиындап кеткен соң амалсыз ауылға қайта оралды.
Ауылға келген Мұратты бастапқыда анасы қуана қарсы алды. Балама бірдеңе болама деп уайымдамайтын едім, келгені жақсы деп көз жасын төкті. Бірақ көп ұзамай шындық ашыла бастады. Мұрат жұмысқа мойын бұрмады. Әкесінен қалған азын-аулақ малға қарамады. Үй шаруасына араласпады. Күні түн ауылдастармен ішімдік ішіп, карт ойнап, жеңіл жол іздеді. Ауыл адамдары, мына баладан түк шықпады ғой, әкесінің еңбегін бағаламады деп шаңғақты. Ал анасы болса жұрттың сөзіне намыстанса да, балам түзелер деген үмітпен жүрді. Бірақ керісінше, Мұрат күннен күнге жаман әдетке үйренді. Әуелі ұсақ-түйек заттарды қолды қылды. Көршінің тауықтарын ұрлап базарға сатып, ішімдікке жұмсады. Кейін қойға, жылқыға көз салды. Әкесінің кезінде қойшының баласы атанған Мұрат енді ауылға Баугеспеуыл атанып кетті. Қыздары әкесін сағынып, анасына жан ашып анда-санда келіп тұрса да, бауырын көргенде іштей қынжылып, ашық сөйлесе алмады. Бір күні Мұрат көрші ауылдан ат ұрлап ұсталып қалды. Ауыл ақсақалдары жиналып, анасының алдына алып келді. Анасының бетінен от шықты. Қартайған шағында жұрт алдында жерге қаратты. Сонда бір ақсақал қатты айтып салды. Шырағым, әкең адал еңбегімен күн көрді. Әке қарғысы оқ дегенді естіп едің. Әкеңнің ренішін арқалап жүргенің осы. Мына жолдан қайтпасаң, төбі қор боласың деді. Мұрат іштей қиналса да қырсық мінезін тастамады. Бәрібір ел мені жек көреді деп өзін-өзі ақтап қайтадан ескі әдетіне басты. Күндердің күнінде бір топ жігітпен бірге дүкен тонамақ болып қолға түсті. Бұл жолы жай сөгіспен құтылған жоқ. Аудандық түрмеге жабылды. Анасы күнде көз жасын төгіп, балам аман келсе болды деп тіледі. Бірақ жүрегінің түбінде мұның бәрі әкесінің қарғысының кесірі ме деген ой мазалай берді. Түрмеден шыққан Мұрат бұрынғыдан да өзгерді. Жұрт оған сенбейтін болды. Қай үйге кірсе де есікті сыртынан құлыптап отыратын. Ешкім сені артпайтын. Бұл әкенің аманатынан безген ұлдың жазасы еді. Мұрат бір күні ауыл шетінде жалғыз отырып, әкесін бейтін көрді. Әке, кешір деп сыбырлады. Бірақ жауап жоқ. Үнсіздік қана. Сол сәтте ол әкесінің қарғысының шын ауыр екен жан тәнмен сезінді. Ол кезде кешеді. Өмір бойы Баугеспе атанып, елдің алдында қадірі қашқан Мұраттың тағдырынан қалғаны өшпес өкініш қана болды. Мұрат ауылға қарабет болып оралса да, уақыт өте бір қызға көңілі түсті. Ол ауылдың қарапайым ғана қызы Айгүл еді. Айгүлдің жүрегі жұмсақ болатын. Адам түзеледі. Жаман жолға түсіп кетсе де бір күні қайта оралады деген сенімі бар. Жұрттың бәрі Мұраттан аулақ жүр, ол оңбайды десе де, Айгүл оған сенді. Ақыры екеу шаңырақ көтерді. Үйленген алғашқы жылы Мұрат расымен өзгергендей болды. Түнде қаңғып кетпей, күндіз қоршы қолаңнан жұмысын жәрдемдесіп, өзі қара жұмысқа шығып ақша таба бастады. Айгүл, көрдің бе? Сен түзеле аласың деп жігерлендірді. Көп ұзамай шаңырақта бір сәби дүниеге келді. Ұл баланың шырлы Мұраттың жүрегіне елжіретті. Әкем көрмеген қуанышты мен көремін. Баламды адам қылам деп серт берді. Сол кездері ол шынымен еңбекке араласып, елдің көзіне іліне бастады. Мұратты түзеліп келеді екен деген сөздер ауылда айтыла бастады. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. Ішкіліктің дәмін ерте тартқан Мұрат бірте-бірте қайтадан сол әдетке бой алдырды. Алғашына бір ғана рюмка деп басталғаны, кейін тоқтаусыз жалғасты. Жұмыстан шаршап келгенде бір жеңілдейтін нәрсе шейін дейтін. Сөйтіп жүріп қайтадан сырахана, карта, жаман достарға араласа бастады. Айгүл қанша жалынып көрді. Баламды ойлашы, сен арақ ішсең бізге күн болмайды ғой десе де, Мұрат бірде тыңдап, бірде ашуланып. Әйелсің ғой, араласпа деп айғалайтын. Көршілер, Мұрат баяғы әдетіне қайта кірді деп сыбырлап, мазақ ете бастады. Жұрттың сөзі Айгүлдің жүрегін жарылады. Бірақ ол бәріне шыдап, балам үшін деп кеуін тастамай жанынан табылды. Күндердің күнінде Мұрат мас болып келіп, кішкентай ұлының қолынан ойыншығын жұлып алып лақтырып жіберді. Бала қорқып жылағанда, Айгүлдің жүрегі қақ айырылды.
Ол баласын бауырына басып, әкеңнің жолын емес, Алланың жолын таңда деп сыбырлады. Мұрат сол сәтте елең етті. Бірақ араққа үйренген тәні оны тоқтатпады. Таңертең ішпеймін деп ант берсе, кешке қайтадан араққа қарай ұмтылатын. Қара жұмыстан тапқанын да, қолына түскен азын-аулағын да ішімдікке жұмсайтын болды. Әкесі кезінде айтқан, әке қарғысы оқ деген сөз Мұраттың тағдырын қуып жеткендей еді. Ол қанша түзелгісі келсе де, қарғыстың салбағы жібермеді. Өз еркі әлсіз, өз жүрегі әлсіз. Айгүлдің көз жасына қарамай, баласының көз жасына да қарамай, күн сайын азғындыққа жақындай берді. Үйдегі қуаныш мұңға айналды. Отбасының жылуы өшті. Бірде ауыл ақсақал оған қарап, әй Мұрат, сенің әкең адал еңбекпен өмір сүрді. Ал сен сол адалдықтың бәрін аяқ асты қылдың. Ертең балаң сенің жолыңды қайталаса не істейсің деп ауыр сөз айтты. Бұл сөз Мұраттың жүрегіне қадалды. Сол түні мас күйінде әкесінің бейітіне барып, әке, мені кешір, мен түзелемін, ант етем деп жылады. Бірақ таң атқанда тағы да ішімдікке қосылды. Осылайша оның өмірі арпалысқа толы болды. Бірде түзелемін деп серт береді, бірде құлап түседі. Айгүл болса шыдап жүр. Бірақ іштей жан дүниесі тозып бара жатты. Мұраттың тағдыры осылайша өз әкесінің қарғысын арқалаған мұңды тағдырға айналды. Мұраттың үйіндегі дау-дамай күннен күнге көбейе берді. Ішімдіктің буы оны айдалаға сүйреп әкетіп, адамдығын жоғалта бастады. Бұрынғыдай балаға елжіреп қарау жоқ, Айгүлдің сөзін тыңдау жоқ. Әр күні арақ, айғай, ұрыс. Бір күні ауылға қара бұлт төнді. Кешкісін жаңбыр себелеп, найзағай жарқылдап тұрған шақ еді. Мұрат тағы да мас болып үйге кірді. Қалтасы бос, қолында бір бөтелке ғана. Айгүл шыдай алмай, тағы да іштің бе? Баланы ойламайсың ба? Бізді осылай қорлық қылғаның не? Деді көз жасын ерік беріп. Мұраттың ашуы алқымына тығылды. Ол әйелінің сөзін намысқа балап, сен маған ақыл айтпа, сен мені адам қылдың ба деп үстелді теуіп жіберді. Сол сәтте Айгүлдің балам үшін төз деген үміті үзіліп кеткендей болды. Бірақ ол үн қатпай, тек ұлын құшағына қысып, босаға қарай шегінді. Мұрат болса арақтың күшімен есінен айырылып, әйеліне ұмтылды. Қолына не ілінсе сонымен ұрып жұдырығын жаудырды. Айгүлдің жан дауысы шығып, бала шырылдап жылады. Қара жаңбыр терезеден құйып, үйдің ішіне қараңғылық орнады. Сол бір сәт мұңның, қорлықтың, үмітсіздіктің ең ауыр мезеті болды. Көршілер жаңбыр астында дауысты естіп жүгіріп жетті. Есікті бұзып кіргенде Айгүлдің шашы жалбырап, жүзі қан жоса болған, баласын құшақтап жылап отырған көрді. Ал Мұрат болса әлі де айғайлап қояр емес. Жетеді деп көршілер жабылып жүріп әрең тоқтатты. Жаңбырдың селі сыртта ағып жатқанда үйдің ішінде көз жас төгілді. Айгүлдің көзіндегі жас жаңбырмен араласып кеткендей болды. Көршілерінің бірі ауыр күрсініп, байғұс қызай, мұның енді оңбады. Әке қарғысы қуып жүр ғой деді. Осы оқиғадан кейін ауылдың бәрі Мұраттан теріс айналды. Әйелін соққан еркектен не қайыр деді. Ал Айгүлдің жүрегі жараланды. Ол баласын бауырына қысып отырып, балам, сен әкеңдей болма. Әкеңнің жолы сорлы жол. Сен басқа жолды таңда деп сыбырлады. Бала болса қорқып, көз жасын сүртті. Бірақ сол сәт оның санасына мәңгі жазылып қалды. Әкесінің көлеңкесі, шешесінің қаны мен жасы, жаңбыр астындағы жан айқайы. Ал Мұрат болса ертеңінде бәрі ұмытып кеткенде жүре берді. Мас кезінде істегенін мойындамай, мен ештеңе істеген жоқпын деп ақталды. Бірақ оның жүрегінің түбінде әкесінің соңғы сөзі жаңғырып тұрды. Әке қарғысы оқ. Бұл оқтың уы баяғыда атылып кеткен еді. Енді соның жарасы күн сайын тереңдеп бара жатты. Жаңбыр астындағы түннен кейін Айгүлдің жүрегі тас талқан болды. Ол осы уақытқа дейін балам үшін шыдаймын деп келген. Бірақ енді шыдамның шегі жеткен сезді. Жұрттың мазағы, Мұраттың күн сайынғы қылығы, соққы мен айғай бәрі жанына батты.
Күндердің күнінде Айгүл төркүн өледі. Бір жапырақ жаным бар, баламды жетектеп төркіме қайтамын. Мұраттың ішкілігінен құтылмасам, баламды да қор етем деп шешті. Таңертең ерте оянып, ұлы Асқат әлі ұйықтап жатқанда киімдерін жинай бастады. Шешесі берген ескі сандықтың түбінен кигізіп қойған шапанын, кішкене ойыншықтарын дорбаға салды. Көңілі алай-дүлей, әр затты қолына ұстағанда көзіне жас үйіріле берді. Сол сәтте Асқат оянып кетті. Әлі 5 жастағы балақай көзін уқалап анасын көрді де аң-таң болып: «Мама, сен не істеп жатырсың?» деді. Айгүл көз жасын жасырып: «Біз төркініңе барамыз, құлыным. Мұнда енді тұра алмаймыз» деді, күңіреніп. Асқат бір сәт ойланып тұрды да көзінен жас парлап кетті. Қолындағы ойыншығын жерге тастай салып: «Жоқ, мама, ешқайда бармайым» деп еңіреп жылап жіберді. «Неге балам?» деді Айгүл бауырына қысып. «Папамды тастамаймын». «Папа, папа» деп шырылдады Асқат. Бұл сөз ананың жүрегін қағайып жіберді. Осы уақытқа дейін көрген қорлығымды көтеріп келемін. Енді балам үшін кетейін деп едім. Бірақ мына балапандай бейкүнә жан әкесінен айырғысы жоқ қой деп ішінен күбірледі. Асқаттың кішкентай лақан анасын жібермей қысып алды. Көзінен жас сорғалап: «Папам жақсы болады ғой, мама. Ол ішпейді ғой, иә» деп жалбарынды. Айгүлдің жанары бұлдырап кетті. Ол бұл сәтте Мұраттың бейнесін көрді. Мас болып айғайлаған сәттері, әйелін соққыға жыққан кездері. Бірақ сонымен бірге Асқаттың аңғал үмітіне қарап, жүрегі босап сала берді. Сол түні Айгүл төркіне кетпеді. Жиналған заттарын қайтадан орнына қойып, баласын құшағына алып отырып, ауыр күрсінді. «Жарайды балам, сен үшін қалам. Бірақ сен аман бол. Сен әкеңнің жолын қайталама» деді. Асқат көз жасын сүртіп анасын құшақтай берді. Ал Мұрат бұл кезде ауылдастармен тағы да ішіп жүрген. Айгүлдің көз жасынан, баласының жалбарынған үнінен ол еш хабарсыз еді. Әйелдің жүрегі теңіздей терең. Ол күйеуінен емес, баласынан айырыла алмайды. Әкеден мейірім көрмесе де, бала үшін сол үйде қала берді. Бірақ сол сәттен бастап Айгүлдің жүрегінде үміттен гөрі қорқыныш басым болды. Мен бұл шаңырақта қалдым. Бірақ баламның болашағы не болар екен? Айгүл кетпей шаңырақта қалуға бел буғаннан кейін Мұратта бірте-бірте өзгерістерді сезе бастады. Кешкісін үйге кіргенде ұлы Асқаттың үміт пен қорқынышқа толы жанарын көрген сайын жүрегі қарс айырылды. Кішкентай ғана бала: «Папа, сен енді ішпейсің ғой? Сен бізді тастамайсың ғой?» деп мұңды жанармен қадалғанда, Мұрат ішінен өз-өзін жек көріп кетті. «Мен не істедім? Әке болып қорған болуым керек еді. Ал мен балапанның көз жасына себеп болдым. Әкемнің қарғысы мені өкшелеп жүр. Бірақ мен оны балама қалдырмауым керек» деп серт берді. Осыдан кейін ол шын мәнінде өзгеруге тырысты. Әуелі ішімдіктен бас тартуға бел буды. Жұмыссыз отырғаны ұялып, ауылда кім бар, кімге қолғабыс көрсете алам деп ойланды. Бірақ қолында диплом да жоқ. Қалада істейтін мамандығы да жоқ еді. Оқымаған соң қайда барсам да қолынан ештеңе келмейді деп түңіліп отырғанда, ауылдағы ауқатты кәсіпкердің фазендасына қойшы керек дегенді естіді. Бұл жаңалық Мұратқа бір сәуле сыйлағандай болды. Менің әкем де қойшы еді. Қар астында, боранда жүріп бізді асырады. Неге мен әкемнің жолын жалғамаймын? Бұл ең ауыр да, ең адал жұмыс қой деп ойлады. Сөйтіп бір күннің ертеңінде кәсіпкердің фазендасына барып, қой бағуға сұранды. Қожайын алғашында күмәнданды. «Сен бұрын талай мас болып, ауылдың мазасын алғаныңды білем. Қой аманат. Қалай сенем?» деді. Мұрат басын иіп: «Мен өз қатемді түсіндім. Балам үшін сөйлемін. Маған бір мүмкіндік беріңіз» деп жалынды. Ақыры кәсіпкер сенім артып бір атар қойды қолына тапсырды. Сол күннен бастап Мұраттың жаңа өмірі басталды. Таң-қылаң бере тұрып, қойды өріске айдап шығаратын болды. Қолына таяғын алып, жайлаудың төсінде мал соңында жүргенде, ол әкесінің бейнесін жиі есіне алды. Қарасында қой айдаған сәттері, өсіп жүріп бізді асыраған еңбегі. Сонда Мұрат іштей
Әке, кеш болса да сенің еңбегіңді енді түсіндім. Сенің жолың адал жол екен. Сенің қарғысыңды ұмыта алмаймын. Бірақ сенің артыңнан қалдырған аманатыңды енді ұлым үшін алып жүремін деп сыбырлайтын. Күн ыстықта да, жаңбырда да, боран соққанда да қой соңында жүрді. Әуелгіде қиын болды. Әбден жалқаулыққа үйреніп қалған денесі шаршап, талай рет қолын бір сілтегісі келді. Бірақ Асхаттың мұңды жанары көз алдынан келгенде қайтадан таяғын ұстап өріске беттейтін. Айгүлде күйеуінің өзгерген сезе бастады. Кешкісін шаршап келген Мұрат дастарханға жайғасып, отбасының қасында отыратын болды. Ішімдікке жоламай, баласын сабағын сұрап, ертең жеткенде әкеңнің атына кір келтірме деп ақыл айта бастады. Ауыл адамдарды біртіндеп көзқарасын өзгертті. Бұрын бау кеспе деп аталатын Мұратты енді мал соңында жүрген қойшы деп атайтын болды. Қой бағу адал еңбек қой деп ақсақалдар қолпаштады. Әрине, өткен қателіктер ұмытылған жоқ. Бірақ өмірде адамды түзейтін уақыт пен төзім. Мұрат енді сол төзімнің жолына түсті. Бір күні өрісте қойды бағып отырып, алыстан баласының күлкісін естіді. Асхат өрістің шетіне келіп, папа деп қол бұлғады. Мұраттың жүрегі елжіреп, ұлына қарады. Оның жанарында бұрынғы мұң жоқ, сенім бар еді. Сол сәтте Мұрат менің өмірім қайта басталды деп сезінді. Мұрат түзелді деген аты болғанмен жүрегім аза таппады. Күндіз мал соңында жүріп, ауылға сыйлы болғанмен түн түсе көңіл тынышталмайтын. Үй ішіндегілер ұйықтап қалғанда, ол үнсіз ғана тысқа шығып, аспанға қарап ұзақ отыратын. Әр жұлдыз оған әкесінің көзіндей көрініп, құлағына баяғы сөз қайта-қайта естілетін. Олдан қайыр көрмедім. Сол бір қарғыс оның жан дүниесін ойып түсетін. Жылдар өткен сайын бұл сөздің күші кеммеді, керісінше удай болып жүрегін ашыта түсті. Айгүл кейде түн ортасына оянып, күйеуінің төсекте жоқ екен байқап, сыртқа шығып қараса, ол қораның қасында үнсіз отырып, бір нүктеге қадала қарап отырады екен. Мұрат, үйге кіріп суық тидіресің десе, ол басын шайқап, Айгүл, мені кешіре аласың ба дейтін ғана. Айгүлдің көзіне жас үйіріліп, сен қазір басқа адамсың ғой дейтін. Бірақ бұл сөздер Мұраттың ішкі тозағын өшіре алмады. Әр түн сайын ол бұрынғы жасаған күнәларын көз алдынан қайта-қайта өткізіп шығаратын. Әйелін сабағанын, ұрлыққа барған, араққа мастанып елдің қарғысына қалған. Мен сол кезде неге тоқтамадым? Неге әкемді тыңдамадым? Неге деген сұрақтар жан жегдей жеді. Бір күні күздің қоңыр салқын кешінде Мұрат қорада ескі мылтығын тазалап отырды. Ол мылтықты әкесі кезінде аңға шыққанда ұстап жүретін. Сол қаруда әкесінің көзі іспеттеді, қолын ұстаған сайын әке бейнесі есіне оралатын. Ол мылтықты сүртіп отырып ойға батты. Әке, сенің қарғысың менің өмірімнің соңына дейін жетті. Мен қанша түзелсем де кеш болмай қалды. Балам мені әйеліме аздап болса да жарық бол. Бірақ өзімнің ішімдегі қара түнектен күресе алмадым деді сыбырлап. Сол сәтте абайсызда мылтық атылып кетті. Қараңғы қораны жаңғырықтырған тарсылды естіген Айгүл мен Асхат жүгіріп жеткенде Мұрат жерге құлап түсіп жатты. Қолында әкесінен қалған мылтық. Жан тәсілім алдында ол көзін әрең ашып ұлына қарады. Асхат, балам, әкеңнің жолын қайталама. Әкеңнің қарғысы саған тимесін, деп сыбырлап, көзін мәңгілікке жұмды. Ауыл адамдары апат болды десті, бірақ бәрі іштей білді. Бұл жай ғана кездейсоқтық емес еді. Бұл әке қарғысының оққа ойналып, Мұраттың тағдырын туралап айтқан еді. Айгүл көз жасына тұншығып, бейт басында тізерлеп отырып, қаншаға телессең де, сен бәрібір бізге керек едің деп жылады. Асхат үнсіз ғана топырақтан уыс алып, әкесінің қабіріне салды. Оның жанарында өшпес өкініш пен кек емес, бір ғана ант тұрды. Мен әкемнің қателігін қайталамаймын. Әке қарғысы менде қайталанбауы тиіс. Ауылдастардың есінде Мұрат тағдырдың тас қамалына соғылып, өкініштен көз жұмған жан болып қалды. Әке қарғысы расымен де оқ екен.
Мұраттың қазасы ауылда біразға дейін есеңгіретіп кетті. Бірі апат болды десе, бірі қарғыс ұрды деді. Бірақ ең үлкен қайғы оның шаңырағында қалды. Айгүл сол күннен кейін мүлде өзгеріп кетті. Бұрынғыдай жайдары, жүз, езуіндегі күлкі жоғалды. Әр таң атқанда онсыз ғана қабырғаға қарап отыратын. Үй ішінде бір кездер естілетін балалардың шат күлкісі өшіп, орнына ауыр тыныштық орнады. Әр кеш сайын Айгүл қолына орамалын алып, бейіт басына жалғыз баруды әдетке айналдырды. Жаңбыр астында да, боранда да сол жаққа жол тартатын. Қабірдің үстіндегі топырақты сипап отырып көз жасына ерік беретін. Мұрат, сен бізді неге тастап кеттің? Неге бізді осылай жетімсіреттің деп сыбырлап жылап отыратын. Асхатты әкесінің өлімін ауыр қабылдады. Әкесінің соңғы сөздері: менің жолымды қайталама, құлағыңды жаңғырып, балғын жүрегін қанжылатты. Кейде ол да бейіт басына барып, жерге тізерлеп отырып: әке, сенің орның бос, біз енді қайда барамыз деп жасын төгеді. Уақыт өткен сайын Айгүлдің денсаулығы да сыр бере бастады. Көзінің оты өшіп, жүзі суалды. Көршілер Айгүлдің сүлдері ғана қалған сияқты деп күрсінді. Әйел жүрегінің жарасы терең еді. Бір кезде ол маған қол көтерді, қорлады. Бірақ сонда да оны сүйдім. Ол түзелді, баласын жақсы көрді. Неге дәл сол кезде ажал жетті деген ойдан түнде ұйықтамай алмайым. Төсекте дөңбекшіп шығатын. Әр таңғы шай үстінде Асхат анасының жүзін көрген сайын: мама, жыламаңызшы, әкем бізді көктен қарап тұр дейтін. Айгүл баласын құшақтап, жүрегі қан жыласады, сыр білдірмеуге тырысатын. Бірақ жан дүниесінде бір ғана күйік қалды. Әке қарғысы біздің бүкіл шаңырағымызды шырпыды. Ауыл адамдары да аяды, бірақ қайғыны жеңілдететін сөз табылмады. Айгүл күн өткен сайын шөгіп, қабырғасы қайысты. Кешкісін терезеден сыртқа қарап отырып, өзінің сұлбасын ғана сезінеді. Бұрынғы Айгүл жоғалды, тек құр сүлдері ғана қалғандай еді. Асхат сол қайғыны көріп ертесейді. Анасының әр тамған жасын көрген сайын жүрегі тас қайналып бара жатқандай болды. Менің анамды қорғау менің міндетім деп ойлап, кішкентайынан ауыр жүктер қалады. Шаңырақ ішінде үнемі бір ғана үн естілетін: Айгүлдің түнгі өксігі. Ал таңертең көршілердің құлағына бала даусы емес, ауыр күрсініс жететін. Мұраттың қазасы ауылды біразға дейін есеңгіретіп кетті. Айгүл үшін 2 жыл тозақпен тең болды. Қайынәпкелері күн құрғатпай дау шығарып, ақыры оны үйден қуып шықты. Бұл шаңырақ Мұраттың төрі, енді сенің орның жоқ деген сөзбен есікті тарс жапты. Айгүл көз жасына тұншығып, жас баласын құшақтап, ауылдың шетіне қарай жылап кете барды. 2 жыл бойы ол әркімнің есігінде жалданып түнеліп жүрді. Асхатқа нан тауып беру үшін таңнан қара кешке дейін қақаған аязда да, аптап ыстықта да тынбады. Бірақ қайда барса да жесір деген ат артына ілесіп жүрді. Асхат болса анасын қасында ертесейді. Жастайынан өгей көз қарасты, жоқшылықты көріп, намысқа бұлықты. Мен бір күні адам боламын, анамды қорлатпаймын деп іштей серт етті. Сол азапты күндердің артынан ауылдың шетінде жалғыз тұратын тракторист Бақтияр жолықты. Ол бұрыннан Айгүлге іштей жаны ашып жүретін. Жесір әйелдің ауыр тағдырын көріп іштей мұндай жанға қорған болу ердің пайызы деп, парыз деп ойлайтын. Күндердің күнде Бақтияр сөз салды: Айгүл, өміріңді жалғыз өткізге болмайды. Асхатты бірге өсірейік. Мен сенің жаныңды жарламаймын. Өмірімді берсем де қорған болам деді. Алғашында Айгүлдің жүрегі дір еді. Тағы да бір ерге сеніп, тағы да қателесіп жүрмейін бе деген күдік мазалады. Бірақ Бақтиярның мейірімді көзқарасы, жылы сөзі, адал еңбегі оның жүрегіндегі қатқан мұзды біртіндеп ерте бастады. Сөйтіп Мұраттың қазасынан 2 жыл өткенде Айгүл тағдырдың жазуына мойынсұнып Бақтиярға тұрмысқа шықты. Жаңа шаңырақ басында алғашында бәрі жат көрінді. Асхат та оңай қабылдамады. Әкесін енді ғана ұмытпай жүргенде анасының басқа ерге тұрмысқа шығуға ауыр тиді. Бірақ уақыт өте келе Бақтиярдың шын көңілі, адалдығы баланың жүрегінде
жылыта бастады. Бақтияр таңнан қара кешке дейін трактормен егін басында жүріп, адал еңбегімен отбасын асырады. Үйге келгенде Асқатпен сырласып, балам, сенің әкеңді жамандап айтпаймын, бірақ анаңды қадірле. Сенің ертеңгі күні адам болуыңа ол себепші болады деп ақыл айтатын. Айгүл болса жүрегінде Мұраттың бейнесін ұмытпаса да, Бақтиярдың қолындағы жылулықты сезініп, өзіне жаңа өмір берген түсінді. Бірақ өткен қателік пен қарғыстың көлеңкесі кей түндері бәрібір мазалап, көз жасына булығып қалатын. Ауыр сынақтардан өткен Айгүл кейде бәрінен түңілгендей көрінетін. Бірақ дәл сол сәттерде Бақтиярдың қарапайым, адал мінезі оған тірек болды. Ер мінезді, сөзге сараң болса да, ол Айгүлдің жанын жұбатуды білді. Менің барым сендер үшін жер жыртып, трактор айдап, қажет болса қолымнан келген істеймін деген сөздері бірте-бірте Айгүлдің жан жарасын жеңілдете бастады. Күндердің күнінде Айгүл өзін өзгеше сезінді. Көңілі құбылып, жүрегі шым ете барды. Бір аптадан соң дәрігер барған кезде күтпеген хабар алды. Ол екінші мәрте ана атанбақ еді. Бұл жаңалықты естігенде Айгүлдің көзінен жас ыршып кетті. Бірақ бұл жолы ол мұңның емес, үміттің жасы болатын. Бақтияр деді ол дауыс дірілдеп. Біз тағы да ата-ана боламыз. Бақтияр алғашқыда сөзге келмей аңырап қалды. Сосын әйелін құшақтап, көзінен жас шығып кетті. Айгүл, бұл Құдайдың бізге берген сыйы. Сенің қайғыңды, менің жалғыздығымды жуып шайып, жаңа өмір сыйлаған ғой. Сол күннен бастап Бақтияр бұғындан да берік бола түсті. Ішімдікке жоламай, бар ынтасын отбасына арнады. Мен Айгүлді қайғыға қайта батырмаймын. Асқат дөгелікті сезінбейді деп іштей ант етті. Асқат алғашында тосырқаса да шешесінің жүзіне бақыттың табы қонған көріп, үнсіз ғана мойындады. Анасының жүзіне мейірім үйірілген сайын, ол да Бақтиярға жылына бастады. Әкемді ешкімнің орын баса алмайды, бірақ Бақтияр жаман адам емес екен деп ойлады. Айгүл болса алғаш рет жүрегінде шын бақыттың дәмін сезінді. Менің тағдырым қараңғылыққа ғана толы емес екен. Жаратқан менде ұнпаған екен деп түн сайын дұға қылатын. Ол енді болашағын жарқын елестетті. Бақтиярдай адам тапқанына Аллаға шүкіршілік етті. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнады ма, құрметті тыңдармандар? Ұнап жатса лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер.